бір өте қызық, өте келеңсіз ұят жағдай орын алып жатыр екен. Бір пост бірнеше постқа ұласып, оған дейін жазылған посттар шығып, кәдімгідей Пандора жәшігі ашылып жатқанға ұқсайды. Мынадай бір постты көзім шалды Threads'де. Ақтау Астана бағытында ұшып барамыз. Ұшайын деп тұрмыз. Әуе капитаны екі тілде амандасып, сәтті сапар тіледі. Орысша және ағылшынша. Қазақша ләм-мим демеді. Есімі Сергей екен, борт серікті шақырып, неге қазақшасы жоқ дегенге қазір хабарлайды деді. Міне ұшып барамыз, сол күйі ештеңе демеді. Бұл осымен флайда бірнеше мәрте қайталанып отырған дүние. Жауап күтеміз дейді. Одан кейін оның жалғасы бар екен. Бұл яғни соңы емес екен әлі. Сапар барысында борт серіктен тағы бір мәрте капитанның қазақшасы не болды деп сұрадым. Оған Әлия Әділбек қызы есімді жол серік, капитан русскоязычный, сондықтан екі тілде ғана айта алады деп жауап қатты. Мен оған сіздер тұтынушылардың құқығын бұзып тұрсыздар. Бұл үшін екеуіңіз де жұмыстан шеттетілуіңіз мүмкін дегенде, это не вам решать депті. Жақсы, кейін кешірім сұрап жүрмеңіз дегенге, өзіңіз кешірім сұрап қалмаңыз депті. What the fuck? Бұл Ақтау Астана рейсі дейді, нөмірін жазып қойыпты рейстің. Одан кейін басқа жағдайлар шыға бастады. Адамдар бұған дейін бірнеше апта бұрын дәл осы жағдай орын алғанын көрсеткен екен, Threads'ге жазған екен. Ол жерде біреу дейді. Жаңа Қостанай Астана рейсімен ұшып келдім. Борт капитаны Степан Подкорытов емдесумен қоштасуын тек орыс пен ағылшынша хабарлады. Мыналарың неге қазақша хабарламайды десем, таких требований у авиакомпании нет деп қатырды дейді. Степанға шағымданам десем, обращайся куда хочешь деп нагло жауап беріп тұрмаған дейді. Кейін ең қызығы Флайарстан өзі жауап береді, бірақ жауабында жаңағы стюардтың андай дөрекі сөздеріне бір комментарий айтпайды. Оны тергейміз, тексереміз деген бір сөз жоқ. Бұл түсініспеушілік үшін кешірім өтінеміз деген бір сөз жоқ. Қарасаңыздар болады, өздеріңіз паузаға қойып. Бірақ адамды гаслайттау бар, және екіншіден жазып отырған тұтынушыны өтірікші қылып шығару бар. Яғни жоқ, негізінде хабарланды, сіз яғни барлық тілде хабарланды, бірақ сіз былай істедіңіз, алай істедіңіз, сосын соңында өтірік. Барлық пікірлер мен ұсыныстарын назарға аламыз. Несін назарға алып отырсыңдар? 11 қазан күні пост шыққан, дәл осындай сарында, дәл осындай шағыммен. 27 қазан күні дәл осындай пост салынып отыр. Қандай сабақ алдыңдар? Не түйдіңдер? Қашан түзелесіңдер?